Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы саяхатты жоспарлайық. Бүгінгі сабақта сен саяхатқа қажетті зат атауларын сурет бойынша әңгімелеп айтуды үйренесің. Оқушылар, алдымен ассоциограмма құрастырайық. Саяхат дегенде нені елестетесіңдер? Ойланайық. Оқушылар, бірге тексерейік. Сонымен саяхат дегенде пойыз, көлік, ұшақ, ауыл, қала, тау, шетелге шығу дегенді елестетеміз. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Бүгінгі сабақтың жаңа сөздеріне назар аударайық. Демалды, өткізу, тамаша, жоспарлау. Осы жаңа сөздерді сөздік дәптерлеріне көшіріп алайық. Жаңа сөздермен сөз тіркесін, сөйлемдер жазайық. Жаңа сөздермен құрастырылған сөз тіркестері және сөйлемге көңіл аударайық. Жазда демалдым, керемет өткіздік, тамаша табиғат, жұмысты жоспарлау, тағы басқа сөз тіркестері сендерде де сәтті шықты деген ойдамын. Келесі сөйлем: жазғы демалысты ауылда өткіздім. Оқушылар, келесі суреттер арқылы сұраққа жауап берейік. Сен жазда қайда барғың келеді? Ойланайық. Оқушылар, мына жауаптарға көңіл бөлейік. Мен теңізге барғым келеді. Мен ұшақпен Алматыға барамын. Мен тауға шығамын. Саябақта биік төбешіктен сырғанаймын. Оқушылар, сендердің де сөйлемдерін сәтті шықты деген ойдамын. Келесі тапсырма: суретке қара, әңгімелеп айт. Суретте балалар бейнеленген. Олар демалыста қайда барды? Сен өз демалысыңды қалай жоспарлайсың? Ойлан. Келесі тапсырма топта орындалады. Мәтінді тыңда. Сөйлемге сәйкес суретті тап. Сұраққа жауап бер. Не істеді? Маржан отбасымен табиғатта демалды. Әкесі балық аулады. Анасы балық пісірді. Ағасы суретке түсірді. Маржан гүл терді. Інісі доп ойнады. Демалысты өте көңілді өткізді. Енді оқушылар, әр топтың өз сөйлемдері бар. Сол сөйлемдерге суреттерді белгілейсіңдер. Және сөйлемдерде кім не істеді деген сұраққа жауап беретін сөздерді анықтап көрсетесіңдер. Іске сәт. Оқушылар, бірге тексерейік. Бірінші топтың жұмысы. Суретке қарайық. Сөйлемдер суреттермен сәйкес келіп тұр. Және сұраққа дұрыс жауап тауыпты. Маржан не істеді? Демалды. Әкесі не істеді? Аулады.
Жарайсыңдар. Екінші топ суреттерін дұрыс тапты. Анасы балық пісірді. Ағасы суретке түсірді. Және сұраққа дұрыс жауап тапты. Анасы не істеді? Анасы пісірді. Ағасы не істеді? Түсірді. Жарайсыңдар, балалар. Үшінші топтың жұмысын қарайық. Сөйлемдер, суреттер сәйкес келіп тұр. Және сұрақтарға жауап дұрыс табылған. Маржан не істеді? Терді. Інісі не істеді? Ойнады. Жарайсыңдар. Оқушылар, барлық топтың жұмыстары ойдағыдай шықты. Оқушылар, біліп алайық және есте сақтайық. Не істеді деген сұрақ шақтық мағынаны білдіреді. Өткен іс-әрекет. Олар жұрнақтар арқылы жасалады. ДД, ТТ. Және оларға жүкті жалғау қосылады. Мысалы, демалдым, аштым, пісірді. Сурет бойынша сөйлемдер құрастырып көр. Сөйлемдерде өткен шақ мағынаны білдіретін етістіктерді пайдаланамыз. Іске сәт. Тыңдайық. Бүгін демалыс. Біз қаланың сыртына шықтық. Әкем кәуап пісірді. Анам дастарқан жайды. Мен қарындасыммен доп ойнадым. Маған демалыс ұнады. Оқушылар, сендердің де сөйлемдерін сәтті шықты деген ойдамын. Енді осы мәтінде етістіктерді тауып көрейік. Тексерейік. Өткен іс-әрекетті білдіретін сөздерді анықтайық. Не істедік? Шықтық. Не істеді? Пісірді. Не істеді? Жайды. Не істедім? Ойнадым. Не істеді? Ұнады. Жарайсыңдар. Сендердің де жауаптарын сәтті шықты деген ойдамын. Оқушылар, енді бүгін тақырып бойынша 5 жолды өлең құрастырып көрейік. Бірінші сөз не? Сұраққа жауап береді. Саяхат. Келесі екі сөз қандай деген сұраққа жауап береді. Келесі жолда не істейді? 3 сөз жазасыңдар. Төртінші жолға 4 сөзден келетін сөйлем құрастырып, сөздің мағынасын ашасыңдар. Соңғы жолға не деген мәндес сөзді жазайық. Іске сәт, ойланайық. Оқушылар, бірге тексерейік. Не? Саяхат. Саяхат қандай? Тамаша, көңілді. Саяхат не істейді? Таныстырады, көмектеседі, біріктіреді. Сөйлем. Отбасымызбен бірге жақсы демаламыз. Ол не? Ол демалыс. Оқушылар, сендердің де жауап нұсқаларын сәтті шықты деген ойдамын. Жарайсыңдар. Оқушылар, енді мына сілтеме арқылы ойнайық. Іске сәт. Оқушылар, үй тапсырмасы
85-ші бет, 3-ші тапсырма бойынша постер дайындау. Іске сәт. Оқушылар, енді бас бармақ тәсілі арқылы кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Іске сәт.